رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بينелі тәжуид кітабын ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыпша пайғамбарымыз Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, Құран Кәрімді қалай жеткізді? Енді кейбір адамдар айтады ғой, осы Құран Кәрім қалай осы аспаннан жерге кітап болып түсе салды ма, қалай соны түсінбеймін деген сияқты нәрсені айтады. Сондықтан да ол нәрсені білу керек. Алланың елшісі, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, ұлы Құран Кәрімді үмметке екі жолмен жеткізген екен. Яғни біз білеміз, бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Алла субханаху ва тағала Жіберіп періште арқылы вахи еткен, яғни вахи арқылы түсті ғой. Вахи арқылы жетті пайғамбарымызға, жаңағы қоңырау арқылы жететін тұстары бар. Жаңағы немесе ыстығы көтеріліп пайғамбарымыздың қатты суық кезінің өзінде де ыстығы көтеріліп, сөйтіп қиналып вахиді қабыл етеді, яғни Құран аяттарды. Ол кітап ретінде түскен жоқ. Және пайғамбарымызға Жіберіп періште адам кейпінде келіп жеткізетін болған. Яғни вахидің түрлері көп. Жалпы вахиге қатысты мағлұматты сіз Құран ілімдеріне кіріспе деген Қайрат Құрманбаев ұстазымыздың кітабынан оқи аласыз. Енді жақсы, пайғамбарымызға вахи арқылы Құран Кәрім жетті. Енді пайғамбарымыз сахабаларға, біздерге қалай жеткізді Құран Кәрімді? Міне осыған тоқталайық. Екі жолмен жеткізген екен. Яғни бірінші ол жазбаша, сосын ауызша. Яғни жазбаша болғанда пайғамбарымыз жазып берген жоқ. Пайғамбарымыз айтқан, пайғамбарымыз ауызша айтып жеткізді. Бірақ сахабалар екі жолмен ары қарай жалғастырып жеткізді. Ары қарай жалғастырып алып кетті. Яғни жазбаша дегеніміз, кейбір сахабалар пайғамбарымыз аятты оқыған кезде, мысалы енді Құран аятты вахи түседі ғой. Сол кезде сахабалар әрқашанда пайғамбарымыздың қасында табылатын болған. Сонда пайғамбарымызға вахи түскен кезде бірден жаңағы Құранды оқитын болған. Сол кезде кейбір сахабалар қасында отырып жазып алатын болған. Біреулер терге, біреулер сүйекке жазып алатын болған. Яғни тіркеп алатын болған. Екіншісі ауызша. Яғни пайғамбарымыз ауызша айтқан кезде сахабалар бірден сол пайғамбарымыздан жеткен аятты ауызша қайталап жаттап алатын болған. Пайғамбарымыз жетсет, сахабалар бірден жаттап алатын болған. Міне осындай жолмен жеткен. Яғни жаттап алғаннан кейін басқа сахабаларға сол жаттаған аятын басқа сахабалар жетсетін болған. Дыбыстық жеткізу арқылы, яғни. Құран бізге осы екі жолмен, мутаватир жолмен жеткен. Яғни Құран Кәрім, жаңа айтқанымыздай, таватур дегеніміз сол, мутаватир жолмен жеткен. Бірен саран сахабаларға не естіген жоқ, барлық сахабалар. Көпшілік сахабалар, көпшілік табиғинде жеткізген. Көпшілік табиғиндер, көпшілік атбау табиғиндерге осылай. Қазір енді білеміз, Құран Кәрім бүкіл дүние жүзінде танымал. Міне осылай жеткен екен. Енді Құран Кәрімнің кітап болып жазылу кезеңдерін тоқталайық. Яғни кітап болып түсе салған жоқ екен, кітап болып жазылды кейін. Құран Кәрімнің кітап болып жазылу кезеңдері: бірінші, вахи түскен мезетте пайғамбарымыздың, Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, алдында әрбір үзіндінің жазылуы. Яғни пайғамбарымыздың алдында отырып сахабалар осындай қағазға, сүйекке, міне көріп тұрғандарыңыздай, терге жазып алатын болған аяттарды. Ол кезде әрине харакат жоқ. Қарап отырсаңыздар, харакатсыз жазылатын болған. Зайд ибн Сабит, Алла оған разы болсын, былай деп айтады: Алла елшісі, Алланың оған салауат мен сәлем болсын, маған айтып отырғанда, яғни Құранды айтып жеткізіп отырғанда, қасында вахиді жазып алатын едім дейді. Вахи, яғни Құранды айтқан кезде бірден қасында отырып жазып алатын едім дейді. Егер мен жазып болсам, ол маған оқы деп айтатын еді дейді. Сонда мен оқитынмын. Егер жазғанымда қалыс қалғаны болса, яғни бір аятты ұмытып кеткен болсам, немесе бір әріпті ұмытып кеткен болсам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түзететін дейді. Сосын сол жазғанымды адамдарға апаратын, яғни адамдарға апарып, кейін сол аяттарды жеткізетін дейді. Міне осылай қағазға немесе сүйекке, терге жазып алатын болған.
жеткізушілері сенімді тізбекпен имам Табарани осы хадисті жеткізеді. Имам Табаранида келген хадисте осылай Зайд ибн Сабит айтқан екен. Екінші кезең Абу Бәкір әс-Сиддиқ радиаллаху анху, Алла оған разы болсын, заманында, яғни халифат болған тұсында алдыңғы жазуларды парақтарға көшірген. Яғни барлық сол кейбір сахабалар, мысалы, теріге жазған, кейбір сахабалар сүйекке жазған, әртүрлі болды ғой. Енді соның барлығын бір параққа енгізіп жазған екен, осындай міне парақтарға, парақша, сухуф дейді ғой, парақшаларға жинақтаған. Барлық жаңағы сүйекте жазылғандардың барлығын бір парақшаға жинақтаған. Әлі Құран болып, мұсхаф болып, әлі кітап болып, әлі не істеген жоқ, қалыптасқан жоқ. Кейін үшінші рет Осман ибн Аффан радиаллаху анху халифа болған тұсында алдыңғы жаңағы Абу Бәкір радиаллаху анху заманында жинақталған парақтар бар ғой, сол парақтардан бірнеше мұсхафтар, яғни кітаптарға көшірілген. Бірнеше кітапқа көшірілген. Міне осындай кітап болып жазылған екен. Білесіз, осы Осман ибн Аффанның тұсында жазылған бір нұсқасы, шатаспасам, Түркияда ма, бір елде, мұсылман елінде сақталып тұр, музейде. Міне осындай үлкен, енді бұл мына жерде кішкентай сияқты көрінуі мүмкін, бірақ ол үлкен кәдімгідей. Үлкен. Енді бір метр болатын шығар, 1 метр ма ені. Сондай бір метр болу мүмкін шамасы. Ары қарай Осман ибн Аффан радиаллаху анху мұсылмандардың әрбір қаласына алдыңғы мұсхафтардың біреуін адамдарға Құран үйрететін, жетік білетін қаримен бірге жіберетін болған. Мысалы қараңыз, Медине қаласында тұрды ғой Осман ибн Аффан. Қай жаққа жіберген? Мына қарап тұрсыздар ондай суретте. Шам қаласында жіберген мұсхаф. Мысалы, әр қалаға бір-бір мұсхафтан жіберген, бір мұсхаф. Сонымен қатар, мұсхафпен қатар, сол мұсхафты үйрететін, Құран үйрететін жетік қариді бірге жіберген. Міне, Шам қаласына бір мұсхаф жіберген. Одан қарап тұрсаңыздар, Мединеден Куфа қаласына тағы бір мұсхаф жіберген, жетік білетін қаримен бірге. Одан кейін Басра қаласына жіберген тағы бір мұсхафты. Одан кейін Бахрейнге жіберген тағы бір мұсхафты. Міне осылай Мекке қаласына, сосын Йемен қаласына. 2, 3, 4, 5, 6. Ары қарай төртінші алдыңғы мұсхафтардан сансыз нұсқамен мұсылмандардың жазуы дейді. Яғни осы жаңа айтқан 6 мұсхаф бар ғой. Сол 6 мұсхафтардан кейін сол мұсхаф көбейтіліп, мұсылмандар оны жаңаша түрде әртүрлі нұсқалармен жеткізген. Кейін таратылып жеткізген екен. Бесінші Құран жазуының, яғни мұсхафтардың сызба ғылымы, ерекшеліктерін анықтайтын туындылардың жарыққа шығуы. Яғни осы Құран Кәрімге қатысты, мұсхафқа қатысты әртүрлі туындылардың жарық көруі. Мысалы, улумул Құран, уақиға қатысты жаңағындай кітаптардың, жалпы Құран іліміне қатысты кітаптардың дүниеге келуі дейді. Құран іліміне қатысты, уақиға қатысты, тәжвидке қатысты, міне осылай кітаптар жарық көрген кейін. Міне осылай келген. Құран Кәрімнің ауызша жетуі дейді. Ауызша жетуі. Жаңа енді жазбаша жетуін айттық қой. Бұл енді ауызша жетуі. Жибрил алейхиссалам, Алланың оған сәлем болсын, пайғамбардың Алланың оған салауаты мен сәлем болсын, жүрегіне, яғни көкірегіне ұлы Құранның сөздерін, мағыналарын және соған байланысты барлық нәрсені түсірді. Құран Кәрімнің барлық мағыналарымен қоса, берекетімен, соған қатысты, Құранға қатысты барлық нәрсені түсірді. Уақи жеткізді. Енді екінші ардақты сахабалар Алла Тағаланың елшісінен, пайғамбарымыздан Құранды үйренді, қасына барып, алдында отырып. Әрі Құранға орныққанша, яғни Құранға жүрегі берілгенше, жүрегіне Құран бекітілгенше алдында отырып қайталады дейді. Міне осылай Құранды меңгерген екен сахабалар. Кейін барып, Алла елшісінің, Алланың салауаты мен сәлем болсын, сахабалары Құранды сол жолмен өзінен кейінгілерге, яғни табиғиндер болса, аттау табиғиндерге, одан кейін солай-солай буын-буын осылайша
ақыры бізге дейін үйреткен екен. Міне осылай Құран Кәрімнің бұл енді ауызша жолы. Міне осындай екі жолмен Құран Кәрім жеткен. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфирука ва натубу илейк. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا